тағы да келіп қалдық. Әдеттегідей осы жақта істіміз қаралып жатыр Әл-Фараби аудандық полиция басқармасында. Соған бүгін тергеу амалдарына қатысуға келіп қалдық. Енді қазіргі уақытта тергеудің қалай жүргенін осы әлеуметтік желіге салып отырамыз. Біз мына Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық полиция басқармасына келдік. Бүгін таңертең беттестіру әрекеттері жүргізілу керек болған. Алайда біз алдын ала келісілсе де, уақыты белгіленсе де, бірақ адамдары әлі жоқ. Яғни екінші тарап жоқ. Енді беттестіру әрекеттері қазір жасауға тағы да мүмкіншілік болмай тұр, күту керек болып жатыр. Енді оны уақыт көрсетеді, қанша уақыт күтетінімізді. Бірақ мына осы жерде мен тергеушілердің өздерінің жұмыстарына кішкене жауапсыз қарап отырғаны тағы да көзім жетіп отыр. Сондықтан енді тағы да алдағы уақытта салатын боламыз әр әрекетінде. Біз міне Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданы полиция басқармасынан шықтық. Бүгін алдын ала жоспар бойынша 3 адаммен беттестіру әрекеттерін жүргізу керек болғанбыз. Себебі біз алдын ала тергеушімен Алматыдан хабарласып, олардың беттестіретін адамдарды және олардың қорғаушыларын алдын ала тақтап қою керек болған. Өкінішке орай бүгін бір-ақ адаммен ғана беттестіру әрекеттерін жүргіздік. Себебі қалғандарының қорғаушылары өздері де болмады. Бұл енді тергеушінің өзінің тағы да жауапсыздық әрекетін көріп отырмыз. Енді алдағы уақытта тағы да осындай қайталануы да мүмкін. Сондықтан мен осы Әл-Фараби ауданының полиция басқармасының басшыларының, полиция департаментінің басшыларына осыны қадағалауға алып, мынандай қайталану тағы болмауын талап етемін. Әрине, мен де әріптесіме қосыламын. Бұндай Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық полиция басқармасының басшысы және де департамент полиция басқармаларының басшылары осы істі қайталанбау үшін басты назарға алса екен деймін.